Дәстүрі есімізде, ел жалғап ел қосылды көшімізге. Айдын көлде қосақ қубас қосыпты. Ағайын қош келдіңіздер кешімізге. Той құтты болсын неге жақсылар. Рахмет. Не деген шапалақ, боже мой, кім ұрып атқан? Қайырлы кеш қымбат ханымдар мен мырзалар, әулеттің көптен күткен қуанышын бөлісуге келген неге жақсылар, қош келдіңіздер. Ол қыздарыңызда осындай керемет олдың қуанышы, барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызға жұғысты болсын ағайын. Осындағы жиенге теле келіп жатқан жаңа құдаларымыз, келген қадамдарыңызға көл бітсін. Болған соң жүзім жылы тілімді өткір, тілекті жүрек жарды жырын деппін. Мұсылманның баласы болғаннан соң ассалаумағалейкумге тілім кеп тұр. Мұхаммед Кәрім көкемнің көңілі ғой. Байқайсыздар ма, тойхананың ішінде түрілдеп тұр. Сақтағаның, сағынғанның шашы өтіп, Рамзия анамыз да күлімдеп тұр. Осы кештің тізгінін алу үшін Рысымов Наурыз атты ұлың кеп тұр. Елінде кіл жақсының той басқарған, менің де басқан жерім тұғыр болып тұр. Ал қымбатты қонақтар, той басталды. Бір қаттырақ қол соғатын кезді кеп тұр ендеше ағайын. Қуаныш құтты болсын кәдімгі. Рахмет. Нояндарды тағайын, қадірлі қонақтар, той басына жақсылап өздеріңізбен таныс білісіп алайық. Бүгін осы телеу еліне, етіне қызмет жасайтын ұлдарыңыз бөтен емеспін. Есімім Наурыз болады. Бәйдібектің тумасымын, бір әулеттің тұлғасымын. Қабылбектің ұлы бір Алланың құлы. Шыққан жерім Ошақтыдай киелі, Қарабатырдың жиені, Жаныстың күйеуі, Қоңыраттың сасеті, Найманның бажасы болам көбі. Туысқандар болса қолдап қойыңыздар, кешімізге көріп берсін. Рахмет. Ал, келіп жатқан қонақтарымыз сол басына жақсылап орындалыңыздар. Той жайына мінеке. Бүгінде ардақтар ағайын, Ордалы оңтүстігіміздің төрінде, Шымқаланың жерінде, кіші жүз тереулердің елінде, Башақовтар әулетінде кезекті бір қуаныш, көптен күткен ұлы мейрам, қазыналы той ағайын. Қазақта қазыналы сөз бар, жиған тергенің тойға шашылсын деген. Мінеке осы қасиетті қағиданы беріп ұстаған біздің Кәрім ағамыз бен Рамзия анамыз. Аллаға жағам десең азанды бол, халыққа жағам десең қазанды бол деген асын еттенер. Өздерінің алтын асықтай Шыңғысхан атты ұлдарының бір басын екеу болып, керемет жиенбетелінің кербес сұлу кермаралы Айжан есімді қызғалдағын қолына құсқы қондырып, осындай елді жиып, ұлан азыр той жасап жатыр ағайын. Ендеше той құтты болсын, қуаныш ортаймасын деген келеді көпшілік кәнекей. Рахмет. Ал, көпшілігіміз түгел жиналсақ, менде көп созбайын, әдеттен озбайын. Енді осы тойымыздың төрінде бүгінгі той төрінің қонағы, қостасқан қос қашық, Шыңғыс пен Айшанды алдарыңызға шақырмасам, бүгінгі салтанатымызда сән кірмей, тамағымыздан дәм жүрмейді ардақтылар. Ендеше баршамыз бір тойға шын сыйлап келген екендігімізді көрсетіп, мүмкіндік болса орнымыздан тұрып, шапалақты қаттырақ ұрып, тойдың төрінде, той төрінің қонағы Шыңғысхан мен Айжан ұл қыздарыңызды орныға шақырайық.